Ауызсу тәулік бойына тоқтатылды. Магистральдық су құбыры бойында ірі апат орын алды. Салдарынан қаланың оңтүстік шығыс аймағы толықтай орталықтанған су көзінен ажыратылды. Бүгінгі күні олқылықты оңалту жұмыстары жүргізіліп, аурухана, мектеп пен балабақшаларға арнайы автокөлікпен су тасымалданды. Кеше кешкісін шамамен сағат 9-да барлық әлеуметтік желілерде оңтүстік шығыс тұрғындарына тәуліктік су қорын алу керектігі туралы ақпарат тарала бастады. Дүрлігудің себебі магистральдағы үлкен апаттың орын алуымен байланысты болды. Қарағанды су жұмыскерлері бүгін 16 қыркүйекте апатты жою жұмыстарына кірісіп, су тоқтатылып, оның таңғы сағат 9-дан түнгі 12-ге дейін созылатыны туралы ескерту жасалды. Кеше сағат 6 кезінде бұл құбырда ақау болды. Сол ақауды дайындық жұмыстар жүргізілді. Бүгін негізі таңертең 9-дан бастап негізгі жұмыстар істеле бастады. Қазір біз аварийная катушка дейді, соны демонтаж жасадық. Енді қазір соны сварочный работу жасап жатырмыз. Дәнекерлеу жұмыстары? Иә, дәнекерлеу жұмыстар. Қандай диаметрде ақау? 630 мм диаметр. Құбырдың жалпы ұзындығы 18 шақырымды құрайды. Нөмірі 23 магистральдық су құбыры оңтүстік шығыс, Кирзавод 1 және 2. Федоровка тұтынушыларын сумен қамтамасыз етеді. 2014-2015 жылдары Темірзат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігер ұйымы бұл магистральдық су құбырын қайта жөндеуден өткізген. Ал 2016 жылы полиэтилен құбырларынан жасалған су құбыры тұтынушыларға пайдалануға берілді. Жұмысқа тапсырыс беруші Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі болып табылады. 2019 жылы нөмірі 23 магистральдық су құбыры Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне сенімгерлік басқаруға берілді. Нөмірі 23 су құбыры пайдалануға берілген уақыттан бері апаттық жағдайлар болған жоқ. Біз негізі бүгін таңертең 9-да бұл құбырды өшірдік. Сол түнгі 12-ге дейін біз сол негізгі жұмыстар біткеннен кейін суды қосамыз. Күні бойы ақпараттық жарияланымдарда жұмыстың барысы мен кезеңдері туралы хабарланды. Тұтынушыларға су тасымалдаушылардың көмегімен арнайы автокөлік су жеткізді. Бұл жұмыстар бірінші кезекте ауруханалар, мектептер мен балабақшаларда жүзеге асырылды. Арман Қазбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5 арна.